Баршаңызға сәлем. Бүгін біз дәмі өте керемет 30 минутта дайын болатын қытырлақ картошка по-деревенски дайындайтын боламыз. Ең алдымен картобымызды жақсылап тазалап, содан соң жуып аламыз. Видеодағыдай етіп тураймыз. Туралған картоптарымызды ыдысымызға салып, оның үстіне су құйып, картопымызды пісіріп аламыз. Қатты пісірудің қажеті жоқ, тек қана кішкене пісе бастағанда 10 минутта судан шығарамыз. Жартылай піскен картопымызға тұз, бұрыш, татымына қарай қоспалар қоссаңыз болады. Жақсылап араластырып, пешке 20 минутқа пісіріп аламыз. Осылайша біздің тез әрі жылдам қытырлақ картоптарымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіз. Бұның дәмін керемет сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алда көптеген рецептермен бөлісетін боламын.